Ассаламу алейкум трейдерлер. Біздер енді кезекті видеомызды бастаймыз. Бұл жерде біз алдыңғы сабақта айтып кеткендей уже форекспен таныстық, одан кейін брокермен таныстық. Брокермен толық танысқан жоқпыз, дегенмен де бірақ көптеген нюанстарын айтып кеттік сізге, керекті дүниелердің барлығын. Одан кейінгі бізге ең бірінші керек инструмент бізге не дедік? Біз MetaTrader 4 пен MetaTrader 5. Енді бүгінгі күні бізге сізге ұсынатын нәрсеміз MetaTrader 4. Неге? Өйткені ол өте қарапайым және де трансляцияға байланысты, брокерге байланысты бізге не істейді? Ол ценаларды более жақындау, реалға қылып көрсетіп береді бізге. Ал енді кеттік, бастайық. Біздің видео форматтарда бұл жерде біз көп сөйлеп, жаңағындай біз мыжып кетеді деген нәрсе жоқ. Біздерге тез-тезден түсінікті қылып, қолдан келгенше сіздерге не істейміз? Жеткізуге тырысамыз. Уақыт созбаймыз. Біздер не істейміз? Кіреміз де Android-пен біз ешқандай компьютер деген нәрсе өзім қолданбаған себептен сіздерге де тоже ұсынамын. Егер де сіздер жаңағыдай еркіндікті қалатын болсаңыз, қасыңызда постоянно өздеріңіз алып жүретін нәрсе трейд қалайтын болсаңыз, онда сіз не істейміз? Қолымыздағы бізде смартфон немесе там iPhone болсын, телефонымызға біздер не істейміз? Жүктеп алып тұрып, осы нәрсені қолдана бере аламыз. Осынша бүгін көрсететін нәрсеміз MT4 бізде. Платформаға кіреміз. Бұл жерде сразу қара фон сізге көрсетіп тұрғандай, көбінде қара фон болып тұрады. Оны ағартсаңыз да болады, оны настройканың ішіне көрсетіледі. Ол нәрсенің барлығы қысқадан нұсқа айтатын болсақ, ең бірінші бізде жоғарыда көрініп тұрған, ең бірінші шетте тұрғанда, сол жақта сіздерге сол жағында көрініп тұрған нәрсе, бұл M5 деп тұрған нәрсеміз. Бұл үстінен басатын болсақ, бізде бұл жерде таймфреймдер шығады. Таймфреймді тұтқанымыз M1-де тұтқанымыз 1 минуттық таймфрейм. Яғни бір свечамыздың бір штуғы, біреуі 1 минутте не болған көрсетіп тұрған нәрсе бізге. Ал одан кейін мысалы біз M5-қа көрсететін болсақ, ол 5 минутте не болған көрсетеді деген сияқты. Одан кейін M15 деп сөйтіп не істейді? Бір айлыққа дейін кете береді. Айлық графикке қоятын болсақ, бізде мынандай үлкен график көрінеді. Мысалы, бір свечамыздың өзі бір айда болған оқиғаны көрсетіп тұр бізге. Одан кейінгісі қасына тұрғанымыз крестик деген нәрсеміз, ол бізге өте жақсы ыңғайлы инструмент. Ол инструментті алып біз не істейміз? Свечалардың үстіне, астына қойып, мысалы, ойнай берсеңіз болады, немесе ценасын білсеңіз болады деген сияқты нәрсе. Қай свеча, қай ценада тұрып қалғанын көрсеңіз деген сияқты, соған ыңғайлы нәрсе. Енді бұл жерде айта кететін бір нюанс бар. Именно осы крестик деген нәрсе смартфон мен iPhone-да бөлінеді. Мысалы, iPhone-ның өзінде біз алатын болсақ, бұл крестикті мына свечаның үстіндегі шпилькеге мен қою үшін бүйтіп барып қарап отырып бүйтіп қою керекпін да. Еркіндік бұда деген. Бұл фиксация жасалмайды. Ал смартфонда бұл нәрсе автоматически қасына жақындатсаңыз өзі тік тұрып қалады. Именно сізге шпилькасы керек па немесе денесі керек па, соны ажыратып бере алады. Осындай айырмашылығы бар жалпы деген. Одан кейінгі өтетін нәрсеміз, қасында F тәрізді тұрған нәрсеміздің ішіне біз кіретін болсақ, бұл бізде индикаторлар, яғни сіздердің көпшілігіңіздің жақсы көретін нәрселеріңіз. Бұл жерде деген индикаторлардың түрі бар, қандай индикатор қолданғыңыз келеді, осылардың барлығын ішінен тауып алып, өз индикаторларыңызды қолданып, яғни сауда-саттық жасай бере аласыңдар. Алдағы уақытта бұйырса осы индикатор турасында да біз сабақ өткіземіз. Бұны қандай көзбен қарау керек, қандай настройка жасау керек деген сияқты нәрсе. Өзіміз қолданбаймыз көп нәрсе бұған, бірақ кейде біз қарап қоямыз, бір область деген нәрселерді болмаса шартовый позицияның зонасы ма немесе лонговый ма деген сияқты нәрсеге келген кезде біздер не істейміз? Осылардың ішінен біреуін таңдаймыз да, настройкасын, бірақ керекті настройкасын жасаймыз. Стандартты классикалық настройкадан біз кетеміз де, басқаша көзқараспен қарап, біз осының настройкасын жасап, әрине біз қолдансақ та болады бұл нәрсені. Оны келесі уақыттарда бұйырса өтеміз. Одан кейінгі бізде тұрған формулалар бұлар тұрған деген. Бұның ішіне біз кіретін болсақ, бұл инструменттеріміз біздің, яғни линия бар бұның ішінде тұрған. Линиямызды алып, мысалы, қоя беретін нәрсе біздің ценамызды бір шектеу қоятын болсақ деген, болмаса бір тейк қоятын болсақ, бір зона қоятын болсақ, біз сондай линия таңдаймыз, немесе тағы да басқа бір Fibonacci, болмаса осындай зоналар деген сияқты нәрсе. Үшін трейдердің бұл удобствосы осының ішінде. Тағы да ішіне кіретін болсақ, оның ішінде не істейді? Добавить объектінің үстінен басатын болсақ, бұл жерде басқаша түрлері бар. Оның даже Fibonacci, оның басқасы. В общем, оны қарап өздеріңіз жаймен таныса бересіңдер. Так, одан кейінгісі ең астына қарайтын болсақ, котировки деген нәрсе бар. Котировканың біз ішіне кіреміз. Ішіне кірсек, бұл жерде бізге керекті валюта паралар. Бұл инструменттер, то, что біздер не істейміз, керекті инструментті таңдау арқылы біздер жұмыс істейміз. Бұл инструменттер жалпы енді Форексті біз қысқаша таныстырып кете қояйын. Бұның ішінде обычный кәдімгідей инструмент ретінде саналатын бұлар паралар бар. Одан кейін кросс-курс деген нәрсе бар. Кросс-курс тұтқанымыз долларға қатысы жоқ. Мысалы, осылардың барлығы тұрған долларға қатысы жоқ. Мына евро ауттан басталғаннан бастап жоғарыға ешқандай, мысалы, мына ауды USD-дің ішінде бар доллар, ол долларға қатысы бар нәрсе. Қалғаны, мысалы, ауды кат деп тұрғанымыз ішінде доллар жоқ. Значит, ол кросс-курс деп аталады деген сияқты атауы бар өзінің. Бірақ енді нағыз трейдерге ол ешқандай атауының қажеті де жоқ. Просто білім ретінде біліп жүріңдер. Долларға қатысы жоқ деп біз кросс-курс деп атаймыз, қалғандары просто біз үшін валютный пара болып есептеле береді. Одан кейін, мысалы, басқасы бізге керекті инструмент жоқ болатын болса, үстіндегі плюсті басатын болсақ, жоғарыда тұрған плюсті басатын болсақ, осы жерде бізге шығады комбинациялар. Форекстің ішінде қандай нәрсе керек? Форекс басатын болсақ, үстінен бұл жерде міне шықты, керек нәрсе. Кросс-курстан басқасы да бар ішінде, швейцарский франк та бар оның ішінде, британский доллар да бар осының ішінде.
плюсты басып шығарып аласыздар, готовын шығып кете қоясыңдар. Металлға түсетін болсақ, оның ішінде алтын бар, күміс бар деген сияқты нәрсе. Одан кейін бізде мына деген индекстер бар. Одан бөлек бізде мұнай бар, VTI немесе бізге не керек? Бренд та, екеуінің бірі осы жердің ішінде болады. Мысалы басып айтатын болсақ, бұл жерде бізге бренд пен VTI-ді шығарып қойған. Одан кейін астында фьючерс бар бізде. Одан кейінгісі чарт деп жатқан нәрсе кнопканы біз басатын болсақ, осының ішінде бізге тек қана біздің графигімізді көрсетеді, яғни біздің керек графигімізді өзіміз настройканы істеп аламыз деген сияқты нәрсе. Одан кейін торговля басатын болсақ, ортада тұрған ол біздің мысалы деген осы жерде тұрған балансымыз, там средствамыз, маржамыз, свободный маржа, ашық тұрған позициялардың бәрі осы жерден жабылады, ашылады деген сияқты нәрсенің бәрін осы жерде біз жасай бере аламыз. Одан кейінгісі, енді бұлардың барлығы позиция ашық кездерде, сол кезде біз көрсетеміз, келесі сабақтарда қалай ашамыз, қалай жабамыз деген сияқты дүниелер бар оның ішінде. Қалай позиция ашылды, көрінеді, қалай көрінеді, стопты қалай қоямыз, там тейкті қалай қоямыз деген сияқтының бәрін келесі сабақта үйретеміз. Бүгін тек қана платформамен танысу. Одан кейінгісі біз астындағысын басатын болсақ, бізде история, мысалы деген недельный история, месячный история выбрать, өзіңіз периодты таңдап аласыз. Болмаса именно қай числода оған жазсаңыз өзі сізге шығарып береді. Нағыз болмай жатса, сол бүгінгі күнді оқып қойсаңыз, бүгінгі күнде қандай сізде история болды, соның бәрін көрсетіп береді сізге. Одан кейінгісі настройка бізде астында тұрғаны. Настройканың ішінде бұл жерде там счет аша аласыз, демо счет басқа да істей аласыз. Одан бөлек мысалы чаттар бар, кіріп өздеріңіз тіркеп алатын болсаңыз, оның бәрін жазып, өздеріңіз парольдарын жазып, біз чатта да басқа трейдерлермен сөйлесе аласыз. Одан бөлек сізде настройканың ішінде бізде чарты бар, мысалы чартының ішінде біз кіретін болсақ, осының ішінде бізде тек қана керек инструменттердің бәрі осы жерде. Объем шығарып қойсаңыз, бірақ бұл объемды сізге шығармауға кеңес беремін, өйткені бұл графиктің өзінен шығатын объем ешқашан дұрыс болмайды, және де оның цветімен, түсімен ешқандай айырмашылық болмайды, барлығы жасыл болып сізге көзіңізге көрінеді. Линия асық деп отқанымыз, бұл біздің спредіміз көрінетін. Спред деп отқанымыз, алдыңғы сабақта айтып кеткендей, бұл біздің брокердегі алатын комиссиясы, яғни дұрыс брокердің алатын комиссиясы. Оны көрсетіп қойған біз үшін де жақсы негізінде. Неге біз расчет ала аламыз ертеңгі күні. Онда нюанстарын айтпақшы сізге айтып беремін келесі видеода. Разделительный период ол да бізге керек нәрсе, онда біз қосып қоямыз. Көп жерде мысалы стандартты настройканың ішінде бұл өшіріліп тұрады. Біз оны аламыз да, өшіріп тұрған нәрсені біз галочкасын басып қосып қойған кезде бізге не болады? Графиктің ішіне келетін болсақ, міне 30 минутке қойып, примерно. Ақ линия көріп тұрғаныңызда сіздердің бұл линиялар, бұл кеше күннің историясы болған, мынау бүгінгі күннен басталған бізге не істейді? Айырмашылығын көрсетіп тұрады кешегі мен бүгінгі күннің. Сол сияқты настройканың ішінде керек нәрсенің бәрін шығарасыз. Оның цвета ең астына кіретін болсаңыз, өзіңіздің керекті схемаңызды болсын, керекті нәрселеріңіздің барлығын осы жерден шығарып аласыздар. Қандай настроениемен, қандай көңілмен істеңіз келсе, сол нәрсені істеп аласыз. Бірақ бұл схема деп жатқанымыз, главный біздің тұрғанымыз, бұл жерде аппақ фонмен немесе қара свечамен өздеріңіз таңдау қойсаңыз, өздеріңізге ыңғайлысын тауып аласыңдар, былай айтқанда деген. Мен енді ол нәрсені көрсете алмаймын, сөздің шыны. Так, осымен енді біздер қысқадан нұсқа тез-тезден платформамен таныстырып кеттім деп ойлаймын. Одан кейінгісі қалған нәрселердің бәрі нюанстары, қалай ашылады, қалай базис стопты қолданамыз, қалай sell стопты қолданамыз, қалай лимиттерді қоямыз, қалай объем өзгертеміз, стоп-лосс, там болмаса тағанда жаңа take profit деген нәрселердің бәрін келесі видеода жақсылап тұрып, анық-қанығын каждый этабын өздерінде біз көрсетіп отырамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.